Денсаулыққа пайдалы болу үшін түнгі ұйқының бірнеше ережесі бар. Аптаның қай күні екеніне қарамастан, күн сайын кешкі бір уақытта ұйықтап, таңертең бір уақытта тұру. Ең дұрысы кешкі 11-ден қалмай ұйқыға жату. Себебі дәл осы уақытта адамның ағзасы өзін еркін сезініп, демалуға дайын болады. Ұйықтар алдында тамақ жемеңіз. Төсекке жатардан 1-2 сағат бұрын жеңіл тамақтансаңыз болады. Мысалы, жеміс-жидек, көкөніс, айран ішіңіз. Ұйықтар алдында ішімдік пен құрамында кофеині бар сусындар ішпеңіз. Мысалы, кофе, какао, чай. Сондай-ақ жатар алдында таза ауада серуендеу тезірек ұйықтауға көмектеседі. Ұйықтар алдында күндізгі болған мәселелерді, сары уайымға салатын жағдайларды ойламауға тырысыңыз. Барынша арман қиялға беріліп, жағымды көңіл күйіңізді көтеретін дүниелерді ойлаңыз. Тезірек ұйықтап қалу үшін кітап оқысаңыз болады. Мүмкіндік болса, табиғаттың, құстардың үні шығатын әуенді тыңдап жатыңыз. Жатар алдында бөлменің терезесін ашып, таза ауа кіргізіп алыңыз. Міндетті түрде жатын бөлменің жарығын толық өшіріп ұйықтаңыз. Олай етпесеңіз, адамның ағзасы толыққанды демалмайды. Ұйқыңыз дұрыс болу үшін жататын орныңыз өте жұмсақ немесе тым қатты болмасын. Таңертең ояна салып, төсекте иеленіп ұзақ жатпаңыз. Ояна салып, орныңыздан тұрып кетіңіз. Жалпы түнгі ұйқы кезінде біздің миымыздың қандай күйде болатыны бұрынғы кездері жұмбақ болып келсе, бүгінде ғалымдар түрлі зерттеулер жүргізіп, ми мен нейрондарға қатысты біраз жаңалықтар ашуда. Түнгі ұйқы дұрыс болған кезде біздің миымыз зиянды нәрселерден тазарады екен. Оны біздің миымыздағы сұйықтықтар жуып шаяды дейді. Ал енді ұйқының қанбауы мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіріп қана қоймай, біздің иммунитетімізді төмендетіп, түрлі аурулардың пайда болуына әсер етеді. Ғылыми еңбектерге сүйенсек, дұрыс ұйқы туралы айтатын дүние көп. Мен жоғарыда сіздер үшін қажет және кез келген адам жасай алатын қарапайым дегендермен бөлістім. Бүгінде дұрыс тамақтану, артық салмақ тастау деген сияқты марафондар көбейді. Адамның ағзасына не керек екенін өзінен артық ешкім білмейді. Менің өз тарапымнан ұсынатыным уақытылы дұрыс тамақтану. Ол дегеніміз таңғы астан бастап кешкі асқа дейін әрбір тамақты уақытылы жеу. Көбінесе жұмыс бабымен, басқа да шаруалармен жүріп, адамдар кешке дейін аш жүреді. Сосын кешкі бір уақытта қарны қатты ашқандықтан өте көп мөлшерде тамақ жейді. Бұлай тамақтанудың адам ағзасына қаншалықты зиян екенін көпшілік біле бермейді. Содан кейін көшедегі жартылай піскен фастфуд, хот-дог, гамбургер деген сияқты тамақтардан мүлдем аулақ болыңыз. Қарныңыз қатты ашса да, мұндай тағамдарды мүлдем жемеңіз. Жұмысыңыз қаншалықты қызып жатса да, тамақты өз уақытында жеуді әдетке айналдырыңыз. Бір үзім нан мен май болсын, уақытылы жеңіз. Ағзаңыз қалаған, жегіңіз келген тамақты жеңіз. Егер адам тамақты уақытылы жейтін болса, ешқандай тамақтың зияны жоқ. Артық салмақ тек қана көп тамақ жегендіктен ғана емес, күні бойы аш жүріп, кешке бір-ақ рет тойып тамақ жеуден де болады. Сонымен қатар, таңертең аш қарынға жылы суды міндетті түрде отырып, ыдысты оң қолыңызбен ұстап, бисмилля деп айтып, бірден сіміріп салмай, 3 рет демалып, бөліп ішу шарт. Бүгінгі тақырып ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Біздер үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.